Баршаңызға сәлем достар. Бүгін 2023 жылғы жарық көрген өлім ойыны атты Корей дорамасының екінші және үшінші бөлімдеріне қысқаша мазмұн жасайтын боламын. Достар, бейнелерім ұнаса маған жазылуды ұмытпаңыздар. Сонда мен шабыттанып келесі бейнелерді тез шығаратын боламын. Егер бейнелерім ұнамаса амалым қанша, амалым деп әндетейін десем ырғаққа түсе алмайды екенмін. Жарайды, достар, көп созбай дораманы бастайын. Бірінші бөлімнің сонында Мықтыбек парашютсыз ұшақтан секіріп мерт болған еді. Ал енді сондан қайта тіріліп, ажалға айқайлап қалай қиын болғанын білесің бе? Басым жарылып, мойным сынды деп өкпесін жеткізеді. Ажал бұлғы етпей, сен шатырда секірдің, айырмашылығы қандай деп тағы Мықтыбектің шекесінен атып мына өмірге жібереді. Мықтыбек тағы тіріліп мектепте екенін көреді. Сөйтсе ол жоғары сынып оқушысы екен. Өте әлжуаз, кедей отбасында туылған, бұның да әкесі 5 жасында қайтыс болып, шешесі жалғыз өзі тәрбиелеген. Сыныптастарына үнемі мазақ болатын сорлы бала екен. Ол да Мықтыбек секілді осы езгілерге шыдамай, өз-өзіне қол салуды ойластырып жүрген рухани әлсіз жігіт екен. Осының бәрін біліп болған соң Мықтыбек, әй, ақымақ, бұл да мен сияқты өлейін деп жүр екен ғой деп енді күрсініп отырғанда басына керемет ой келіп қуанып кетеді. Мықтыбек, бұл енді менің ақылыма мойынсұнады, сол себепті өзіме қол салмасам өлмей тірі қаламын деп ыржияды. Оны бұзақы атаман сыныптастары көріп, сен неменеге мәзсің деп тағы түртпектеп соққыға жығады. Бақытына орай ұстаздары келіп аман қалады. Бірақ бәрі осымен бітпеді. Керісінше енді басталады. Дегенмен Мықтыбек ересек адам екенін пайдаланып оқушыларды жеңу үшін жақсы жоспар құрады. Сосын жоспар бойынша бағанағы атаманды қорғап жүрген братанына кездесіп, сен неге ол жігітті қорғайсың? Сен одан да мықтысың ғой дейді. Бірақ соған қарамай сені ол төмендетеді. Неге дейді? Әлгі жігіт, иә, мен оны өзімде білемін. Бірақ ол жігіттің менен де мықты Криша көкесі бар. Сол себепті дым демеймін дейді. Сонда Мықтыбек, менің жоспарым бар, егер сол жоспарыма келіссең мен атаманға тиіскенде сен үндеме дейді. Әлгі братан келіседі. Сосын Мықтыбек асханаға тамақтануға барғанда Мықтыбекті бұзақы бала тағы келемеш дейді. Мықтыбекте қарап тұрмай ішіп отырған кеспе көжесін бұзақының басына аудара салады. Кейін бәрінің көзінше атаманды мазақ етеді. Әлгі қорғап жүретін братаны түк істемейді. Керісінше ол да күліп, бар жуынып кел деп одан әрі атаман баланың намысына тиеді. Сосын атаман бала жоғары сыныпта оқитын Кришасына, сен қорғап жүр деген жігітің мені ұрды деп өтірік айтып ертіп келеді. Ал ол жігіт мен жасамадым дегенде Мықтыбек мен істедім дейді. Ал Кришасымақ ағалары бұзақ атаман балаға ашуланып, соғанда күшің жетпеді ме? Енді сені қорғамаймын. Өз шаруаңды өзің шеш деп намыстанып кетіп қалады. Ал әлгі қорғап жүрген жігітте Мықтыбекте атаман жігітті масқаралап абыройын жер қылады. Содан бастап Мықтыбек атаман болады. Көп өтпей бұрынғы атаман жігіт қорлықтарға шыдамай кешке Мықтыбекті аңдып, артынан піскен сары кірпішпен соққы беріп өлтіреді. Мықтыбек ажалдың қасынан тағы да оянып, сен мұны әдейі істедің. Мен ол жігітті аман алып қалғанымды көре алмай қулыққа бардың деп тағы да ашуланады. Ал ажал, мен саған берілген сынақтарға араласа алмаймын. Мен өтірік айтпаймын. Себебі мен адам емес ажалмын деп тағы да Мықтыбектің маңдайынан атып жібереді. Мықтыбек ендігі тірілсе қылмыстық топ мүшелері тарапынан азапталып отыр екен. Себебі Мықтыбек оянған дене үлкен мафияның оң қолы. Бірақ бір қыз үшін бастығының түгел ақшасын тонап қашпақ болған. Оны бастығы біліп қойып ақшасының қайда екенін білу мақсатында Мықтыбек енген денені қинап жатыр. Соның барлығын білген Мықтыбек қорқып қашудың амалын қарастырады. Ақыры қашудың үдесінен шығады. Мықтыбек қашып бара жатып ойланады. Қомақты ақша қайда екенін білемін. Жақсы өмір сүру мүмкіндігі туды деп сол ақша тыққан жаққа қарай бет алады. Мафияның адамдары да қыр соңынан қалмай қуады. Ақыры биік ғимараттың шатырына шығып тығырыққа тіреледі. Дегенмен Мықтыбек бәрібір өлемін нар тәуекел деп келесі ғимараттың шатырына секіріп аман қалады. Себебі ол шатыр үлкен бассейн екен.
Сосын сүйіктісінің қасына асыға жетіп қызды құшақтап, біз енді бақытты өмір сүреміз, ақша ана жарық жанып тұрған жақта деп қуана айтқаны да сол еді. Сүйіктісі Мықтыбектің маңдайын қаруымен 2 рет атып тесіп, дүниеге аттандырып жібереді. Сорлы Мықтыбек ажалдың қасынан тағы оянып қап, мен ол қызға не жаздым, неге мені өлтірді? Ажал, маған оқ атып тезірек қайта сол жерге жібер. Мен ол ақшаны өзім тауып, содан аман қаламын дейді. Ажал, өзіне көп ала берме деп тағы да Мықтыбекті осы өмірге шөлтпені бір басып жібереді. Мықтыбек ақшаны енді табатын болдым деп мәз болып есін жиса, ендігі түрмеде екен. Ол жас өспірімдер колониясында жаза өтеп жүрген 21 жастағы жігіт денесіне еніпті. Ол жігіт ақша үшін басқа біреудің қылмысын мойнына алып, 2 жылдан бері отыр екен. Шығуына 4 күн қалыпты. Бірақ оған тағы да қауіп төніп тұр. Әлгі қылмысын мойнына ілген дөкей осы жігіт түрмеден аман шықпасын деп адам жалдапты. Бірақ оны өзі білмейді. Мықтыбек отырған камераның өз атаманы бар екен. Ол жігіті Мықтыбектен кейін камераға кіргізеді. Оны біліп, Мықтыбек еш тыныштық жоқ екен маған деп тұрғанда, әлгі мектептегі жігіттің басын жарып өлтірген атаман жігіт екенін көреді. Мықтыбек ашуланып, одан өшін алып, 4-ші күні бостандыққа шығады. Сыртта Мықтыбекті дөкейдің хатшысы күтіп алады. Оған қомақты ақша ұсынады. Бұдан әріде үндемеу үшін. Мықтыбек ақшаны алмай, мені бұдан артық мазаламасаңдар болды деп. Одан алдыңғы өміріндегі жасырып қойған ақшасын табуға кетеді. Ол ақшаны қиналмай табады. Сол сәтте Мықтыбек денесіне енген жігіттің анасы қоңырау соғып сағынғанын айтып үйге келуін сұрайды. Мықтыбек өз анасымен сөйлескендей болып келседі. Үйіне жетейін дегенде бір бөтен адам келіп Мықтыбекті пышақтайды. Сөйтсе, ол кісі жәбірленушінің әкесі екен. Кек қайтару үшін 2 жыл күтіпті, бірақ Мықтыбек ол өз ісі есе біреудің айбын мойнына алып отырғанын айтады. Сол кезде бірге бір камерада отырған жігіт келіп қалады. Ол да бостандыққа шығыпты. Ол жігітті көріп, Мықтыбек енді өлмейтін болдым деп қуанады. Бірақ досы оны пышақтайды. Себебі дөкей үлкен ақша уәде еткен екен. Мықтыбек тағы қаза табады. Достар, Мықтыбек уже неше рет өліп тірілді, бірақ қасындағы адамдарға сенуін қоймайды екен өзі. Сөйтіп жүріп ажалдың қасына тағы барады. Мықтыбек көп созбай ажалға, мені тезірек ақшаны таптым. Енді оны алып келесі өмірінде бақытты боламын дейді. Ажал, мейлі көреміз деп мырс күліп Мықтыбекті мына өмірге тағаттандырады. Ал Мықтыбек осы өмірге қайта келгеніне қуанып, кім болсам да мейлі деп жан-жағына қарамай алға ұмтылады. Бірақ аяқ қолы жүрмейді. Сол кезде Мықтыбек мүгедек болып тірілді деп ойлаймыз. Сөйтсек, ол 5 айлық сәби екен. Оны білген Мықтыбек, ай қаншама ақшаларым ай деп шыңғырып жылайды. Мінекей достар, осымен дораманың 2 және 3 бөлімдері аяқталады. Достар, телехикаяны жәулік шығаратын едім, қолым тимей жүр. Аз болса да сіздерді күттірмеу үшін тез шығарып жатырмын. Түсіністік білдіресіздер деп ойлаймын. Ал осы бөлімдерден түйгенім, Мықтыбектің жазалану себебі өзінің өткен өміріне байланысты, және артында еңіреп жылап қалған анасына өзін-өзі өлтіріп жасаған қиянатын көрерменге ұғындыру деп ойлаймын. Себебі тек өз өмірін ойлап ақша деп қайта-қайта өліп тірілді. Ал сіздер не деп ойлайсыздар? Пікірлеріңізді комментарийге жаза кетіңіздер. Кездескенше достар.